кез келген адам сетевой маркетингте кез келген адам үлкен жетістікке жете алады. Мен өзім бухгалтермін, жалпы медицинада жаңағы олардың дәрілердің аттарын, олардың терминдерін вообще түсінбеймін. Бірақ та қазіргі таңда осы Dandelion Biohacking Group компаниясының топ-лидермін, супер директор деген статустамын. Мінекей кеше Бішкекке барып, мынандай бір керемет өзіміздің сыйлығымызды жаңағы статусымызды подтверждать етіп, керемет сахнаға шығып, немізді сертификатымызды алып келдік. Осы Dandelion компаниясының автокөлік иегерімін. Кез келген адамның қолынан келетін сондай бір керемет проект, керемет компания, бүгінгі таңдағы самый топ, ең үздік, ең мировой, әлемдік трендтегі компания деп айта аламын, мақтанып айта аламын. Өйткені мен осы жалпы презентациялардың бәрінде айтып жүрмін. Бір семинардан қалып көрген жоқпын. Ашылу салтанатында 17 сентябрь 2023 жылы өзім көзіме көріп барып, президентті көріп, жалпы бұл не нәрсе, жұрт не істеп жатыр, қалай табыстап жатыр деген сұрақтарыма, өзімнің сұрақтарыма жауап алу үшін барған болатынмын. Сол семинар менің өмірімді түптегейлі өзгертті. Бүгінгі таңда осы Dandelion компаниясы мен үшін ең керемет компания, жалпы әлемдегі ең керемет, ең үздік компания деп айта аламын. Біздің компания кеше президентті тағы да көріп бір қуанып қалдық. Әр семинарда біздің Явир Мусаевич Мамедов деген жігіт біздің президентіміз. Президент әр семинарда шығып отчет береді. Кеше Бішкекте болды, қандай керемет семинар болды, өте көңілді, жаңағы орысша айтқан на одном дыхании өтті. 10:30-да басталады деп еді, 11-де басталды, сағат 5-те бітті. Соған дейін ешкім шаршаған жоқ, ешкім ұйықтаған жоқ, сондай бір көңілді керемет өтті. Ол жақта өздерінің салт дәстүрлерін өте қатты құрметтейді екен, өздерінің бішкектері туралы, өздерінің қырғыздар туралы неше түрлі ән айтты бізге, әйтеуір енді күшті болып өтті. Сол әрбір семинарда біздің Мамедов Явир Мусаевич президентіміз біздерге отчет береді. Кеше өзінің аузынан естігеніңіз, бүгінгі күнге біздің компанияда 200 мың партнер бар, представляете? Әлі компанияға 1 жыл болған жоқ. 20 мың емес, 2 мың емес, 200 мың партнер деген өте керемет. Оның бәрі неден керемет мынандай продукциялардың пайдасының, бұлардың яғни сұранысқа ие дейді. Сұранысқа ие болып тұр. Бұндай біздің керемет қолымыздағы өніміміз жалпы халыққа ұнап атқаны, жағып атқаны, қаншама адамға сондай керемет әсер беріп жатыр. 6 жыл, 8 жыл жатып қалған адамдарды орындарына тұрғызып жатыр. Бүгін ғана мен чатқа жібердім, инсульт алған кісі қалай айтып жатыр осы магний водород туралы. Жалпы әлемді аралап кеткен продукция. Біздің мына маркетингті жүргізетін, мына тауып атқан табысымызды, мініп атқан машинаның бәрін беретін бізге продукция. Мысалы, кез келген адам бір бизнес ашты дейік та, ол кісінің бизнесі жүріп тұрса, ол кісі табыс табады, ол кісі машина да міне алады, ол кісі ақша да жинай алады, үй де ала алады деген сияқты, ол жұмысы жүріп тұрса. Сол сияқты біздің де қазіргі мына қолымызда біздің компания бізге керемет өнімдерді беріп қойды. Сол өнімдерді біз жарнамалаймыз, яғни адамдарға айтамыз. Біз арқалап жүріп көшеде сатып жүрген жоқпыз. Адамдарға айтамыз, ол адамдар оны алады, ішеді. Керемет ол әсер береді. Біз адамдарға сауапты іс жасап жүріп, осындай үлкен табыс тауып жатырмыз. Денсаулықтарын түзетіп жатырмыз. Келген қаншама адам өмірлерін өзгертіп жатыр. Су жаңа салонына машина мініп жатыр, үй алып жатыр, табыс тауып жатыр, кредиттерін жауып жатыр. Кеше Бішкектің сахнасында Марал ханым айтып жатыр: моя миссия, чтобы мой народ жил без долгов и без кредитов дейді. Яғни менің ала қойған мақсатым әр адамның қарсыз, кредитсіз өмір сүруі дейді. Ал компанияның миссиясы ұлт саулығы, яғни халықтың денсаулығын дұрыстау. Екеуі бірге ұштасып, Аманай мырза дейін деп жатырмын, Явир Мусаевич ұлт саулығы деп осындай керемет өнімді алып келсе, Марал ханым
халықты осы кредиттен шығарам, халықты осы қарыздан шығарам деп жұмыстанып жатыр. Ол екеуі үйлесіп осындай керемет компания болып, екеуінің сөзі бір жерден шығып, табыс көзі де бар маркетингте, және де бұл компанияда осындай керемет өнім бар, және де керемет денсаулық бар. Компания туралы күнімен түнімен айта беруге болады. Біздің компания қазіргі таңда 20 мемлекетте бар. Мен әр кезде айтып отырамын, маркетингі біздің қазіргі таңдағы ең керемет, жақсы табыс беріп тұрған компания. Мысалы, бір адам бір айда хотя бы миллион теңге тапса, аптасына 250 мың, айына миллион теңге тапса, қалай өмірін өзгертеді? Миллион теңге деген бір вахтовиктардың зарплаты шығар, иә? Бұл жерде свободно жүріп, тек қана ауызбен ақпарат беріп, адамдарға осындай өнім бар екенін айтып, түсіндіріп отырып, осындай керемет табысқа шығуға болады. Хотя бы айына миллион теңгеге басында шығып алсаңыздар, содан кейін уже қалай 10 миллионға шыққандарыңызды байқамай қаласыздар. Маркетинг шикарный. Табыс таппай жүрген, ойланып отырған, жай мен істеп отқан қыздар, жігіттерге айтатыным, сіздер маркетингті әлі түсінбей жатсыздар. Мен өзім ең бірінші бастағанда бірінші аптада 38 мың теңге алдым, екінші аптада 234 мың теңге алдым. Содан кейін түскен жоқпын. 600 мың, 800 мың бір айға, миллион теңге шыққан кезде вообще шын ба, өтірік па, менікі емес па деген ой туындап қалды. Шын ба деп. Тек содан кейін компанияның тек амандығын тіледік. Қазірдің өзінде де компаниямыз тек ғұмыры ұзақ болса екен дей береміз. Компаниямыздың ғұмыры ұзақ болады. Ешқандай да оған күмәндарыңыз болмасын. Өйткені біздің компанияның жоғарысында тұрған басшылары керемет. Явер Мұсаевич Мамедов деген кісі, біздің президентіміз, өте білікті, білімді, заңгер, юрист, өзі өте керемет. Бизнесмен болғасын жерде, ол кісі қазір бүкіл әлемге осы біздің Магний-Водородты, осы біздің Dandelion Biohacking Group компаниясын паш етіп жатыр. Яғни біздің тек қана, мысалы, кеше барған қыздар көрді, басқа мемлекеттерден, Турциядан, тағы қандай мемлекеттерден адамдар келді. Келіп, өздерінің спонсорларға деген алғысын айтып, сахнаға шығып, билеп, енді керемет болды. Біздің компанияның план вознаграждения дейді, ол жаңағы табыс беретін жүйесі мықты, жомарт, өте керемет. Біздің компанияның маркетингінің преимуществолары, плюстарын айтатын болсақ, ең бірінші керемет плюсы ол біздің балымыз көмейді. Накопительный. Мен мысалы өзім бал күйетін компанияларда жұмыс жасадым. Ол өте қиын. Бір айдың ішінде өліп талып, өкілеп, ақылап, сол мысалы 100 или 1000 балл болу керек деп айтайық, 1000 балл болу керек. Сол 1000 баллды өліп жинайсың, уф деп атқан кезде ертеңіне қайтадан ай басталады. Қайтадан жинау керек ана балды. Ал біздің компанияда балыңыз күймейді. Ең бірінші өзіңіз келіп тіркелдіңіз, одан кейін келіп бір адамды тіркедіңіз, мысалы 33 мың 600-ге дейін, ол адам сізге 60 балл берді ма, сол 60 балл сізбен до конца бірге болады. Сонысы мені өте қатты қызықтырды, және де біздің компанияның балы қызықтырды. Мысалы, жаңағы айтып отқан Магний-Водород болсын, жаңағы Гипалайн болсын, Хетпилайн болсын, қай продукция бар, сол продукция барлығының бағасы 33 мың 600 теңге. Негізгі бағасы 30 мың теңге, 12% НДС төлейміз, сонымен 33 мың 600 теңге. Яғни біздің НДС енді есептелмейді ғой, мына продукцияның құны есептеледі, 30 мың теңге. Сол 30 мың теңгеге 60 балл беріп тұр. Маған ең бірінші ұнағаны сол бал. Бал көп болған кезде бізге табыс жақсы шығады. Бал көп болған кезде біз статусқа тез шығамыз. Ал статустар бізге сыйлықтар береді, жаңағы айтып отқан машинаны береді, үйді береді, айфонды береді, денежный премияны береді, путевканы береді. Мына жерде ортамызда осы жерде қыздар отыр. Санымгүл ханым, барсыз ба? Иә. Ханым, бұйыртса. Нешесіне жол жүресіздер? 21-не. Қай жаққа кетіп барасыздар? Анталия. Шын жүректен құттықтаймыз. Өте қуаныштымын. Санымгүл ханым менің личный приглашенный лидерім. Қазір жаңағы сөйлеген Замзагүл ханымның спонсоры, вышестоящий, қазір директор статусында. Міне кешегіде директорский статусына жауап едіңіз? Ақтөбеде керемет презентация болды, 1000 адамға. Сол жерде
Бұл июльдің 7-сінде мінекей ертең 21 августке шетелге саяхатқа кетіп баратыр 2 адамға компаниядан тегін сыйлық алып. Айгүл ханым мен Жамбыл ханым бар. Тоже директор статусында. Самал ханым бар, директор статусында. Самал ханым сүйленіп жатыр, бара алмай жатыр. Замзагүл ханым мен Айгүл ханымның тоже шаруалары бар. Келесі партиямен барады. Біздің компанияның сондай жаңа айтып отқан сыйлықтары бар. Путевка бар, айфон бар, машина бар, үй бар, денежный премия бар, бәрі бар компанияда. Бүкіл жағдай жасап қойды компания. Жалпы Қазақстан бойынша 100 шақты қалада склад бар. Продукция жеткізіп тұр. Сіз оны заказ беріп қойып, оны күтіп, жаңа курьерский доставкаға төлеп, басыңызды қатырмайсыз. Бүкіл жағдай жасалып тұр. Кабинет ашып тұр. Ақша шығып тұр карточкаға. Затыңыз складқа жеткізіліп тұр. Складқа дейін ішінде отыр. Бәрі бар, бәрі дайын тұрған бизнес под ключ дейді ғой. Дайын тұрған бизнес, тек ауызды ашып, осы магний туралы, осы компания туралы айтсаңыз болды, тек табыс таба бересіз. Ақшаны да ай сайын салмайсыз. Бізде активность деген жоқ. Айына бір-ақ рет салатын, тіркелген кезде бір-ақ рет салатын ақша болды, одан кейін сіз ақша салмайсыз. Компания заңды түрде тіркелген. Компания НДС төлейді, компания налог төлейді. Осы бір ай бұрын ғана компания сала игілігі деген керемет номинация алды. Мына жалпы Қазақстан бойынша налог төлеуден 6-шы орынға шықты. Ол өте мақтанып айтатын көрсеткіш. Компания лучший бизнес года деген номинация алды. Лучший продукт года деген номинация алды. Осы 19 ноябрьда болу керек. Кім барды? Менімен бірге семинарға, есімде жоқ, қыздардан құрмет орденін алды біздің президентіміз. Сондай керемет награждениелер бар компанияның. Компания жаңа айтып отырғандай налог төлеуден по всему Қазақстану бүкіл компаниялардың арасында, ол жаңа нефтяной компания барлығының арасынан 6-шы орынға шығып тұр. Ол деген өте керемет көрсеткіш. Заңды түрде жұмыс жасайды. Барлығы прозрачно, кабинетіңізді ашып, бәрін тексеріп қарасаңыздар, бәрі көрініп тұр. Кімнен қанша ақша шықты, қайықтан келді, қайда кетті ақшаңыз, бәрі прозрачно. Активность жасамайсыз, балыңыз күймейді, лидер өсірмейсіз, статусты подтверждать етпейсіз, айына активность жасамайсыз, компрессия деген жоқ. Жаңағы үлкен пакетіміз, максимальный пакетіміз бар болғаны 201 мың теңге. Сосын не бар тағы да біздің неде ең керемет нәрсе біздің өніміміз, біздің локомотив деп Аманай мырза айтады ғой, біздің өніміміз сұранысқа ие болып тұр. Біздің өніміміз, затымыз, қолымыздағы затымыз халыққа керек болып тұрған жерде біздің жұмысымыз жүріп жатыр. Біздің компания қазіргі заманауи осы соңғы технологиямен жасалған өнімді шығарып жатыр. Қазір кеше президент айтты, тағы да 3 керемет өнім шығады біздің компанияда. Оның біреуі детокс деді, біреуі жаңағы противовирусный, қазір неше түрлі вирустар бар, күшейіп жатыр, неше түрлісі шығып жатыр да. Мысалы, кеше коронавирусты қаншама халық қырылып қалды, сонда именно вирусты тек наповал құлататын керемет өнім шығып жатыр, және де омоложение, именно кожаға арналған керемет продукция шығып жатыр. Ол таблетка кәдімгі ішетін, енді вообще онымен супер. Қазір бәрі жас болғысы келеді, бәрі әдемі болғысы келеді. Жұрттың бәрі жаңа немене беттеріне жаңа ботокс бірдеме жасатып жатыр, соның бәрін жасатпай-ақ әдемі болып кететін супер бізде таблетка келеді. Соныменен-ақ уже ертең бизнес біздің компания одан да вообще супер ұшады компания. Сондықтан да сол компания ұшып баратқанда қалып қоймаңыздар. Сонымен бірге ұшыңыздар деп айтқым келеді. Өйткені ең бірінші осы компания туралы маған ақпарат келген кезде мен осы компания ұшады дедім. Осы жерде қыздар бар, сол волнадан қалмауымыз керек деп айттым. Сол сөзім мінекей Алла маған сондай бір не берген шығар. Сол сөзім мінекей шын болып шықты. Компания керемет. Қазір қаншама мемлекет істеп жатыр, қаншама халық бар компанияда. Ертеңгі күнгі новый жаңадан келген продукцияларға жаңадан адамдар келіп бастайды неңізге, командаңызға да. Мысалы, қазір біреулер уже магнийді неше жылдан бері ішті, неше айдан бері ішіп жатыр. Болды, магнийді ішіп болды, гипалайнды ішіп болды. Енді олар басқа нәрсе ішіп, одан ішкі құрылыстарын бәрін тазартып, жаңартып, бәрін оңдап алды, қалпына келтіріп алды. Енді ол кісілер басқасын ішіп бастайды. Сөйтіп біздің жұмысымыз ары қарай жүре береді. Біздің табысымыз жүре береді. Біздер жасарып бастаймыз. Денсаулығымыз керемет, өзіміз әдеміміз, астымызда машина. Кез келген адамды
командамызға қоса аламыз да. Сондай бір керемет инновационный біздің компанияның продукциялары вообще супер, енді айтатыны жоқ. Енді қазір Қазақстанда именно сертификация жасау, ол новый продукцияны енгізу кішкене қиындау болып жатыр деді. Қазір заң өзгеріп кетті деді президент. Сондықтан да енді декабрьге дейін, енді осы 15 сентябрьде Алматыда годовщина, содан кейін 10 октябрьге білесіздер, бәріңіздің кабинетіңізде жазылып тұр, Москвада семинар болады да. Содан кейін ноябрь демаламыз да, декабрьде үлкен тағы да семинар болады. Оны бірақ Астанада болады деп айтып жатыр. Негізі анонста Алматы деп жазып тұрған сияқты. Сол декабрьдегі неге семинарға дейін, презентацияға дейін шығарып үлгеруге тырысамын деді президент. Сондай новый продукциялар келіп жатыр компанияға. Енді біздің компанияның маркетинг туралы жаңа плюстарын бәрін айтып өтіп кеттім. Самый главный, біздің компанияның маркетингде ешқандай міндеттеме жоқ. Яғни обязаловка дейді ғой. Үйту керексің, бүйту керексің, апта жабылайын деп жатыр, ай жабылайын деп жатыр, балың күйейін деп жатыр, статустан құлайын деп жатсың, тек үйтіп жібер да, тек бүйтіп жібер, балыңды сал жібер, кредитке ақша ал деп ешкімді мазаламайтын сондай бір керемет маркетинг. Біздің компания ешкімді қарызға кіргізбейтін компания. Біздің компанияда рет, рассрочка, бірдеңе деген жоқ. Әлің келмей ма, үлкен пакетке, кішкентай пакетпен келіп апгрейд жасауға болады. Сөйтіп көтеріліп VIP пакетке шығып алғаннан кейін уже болды. Ары қарай уже маркетингтағы бүкіл преимуществоны алып отырасыз. Сондай керемет, өте ыңғайлы, өте умный жасалған маркетинг. Маркетингте 7 түрлі доход бар. 7 түрлі доходтың ең біріншісі ол реферальный бонус. Реферальный бонус 5%-тен қарай жөнейші. 720 мың. Ол 20%-ті алу үшін 720 мың келу керексің. Ал бұл жерде барлығы 1 мың теңгеге тіркелесің, оны да апгрейдпен тез жасап алуға болады. Содан кейінгі бонус бізде бинарный бонус, ол командный, глубина, ешқандай бұл жерде сізді кеспейді, ешқандай шектеу жоқ. Вот миллионыншы адам келіп командаңызға келсе де, сіз бинарный бонус ала бересіз. Ол да өте маңызды. Одан кейін дополнительный бинар дейді, ол статустарыңыз өскен сайын, сіздің бинар VIP пакетте 10% болса, қосымша тағы да 2,5% қосылады. Біздер қазір уже 12,5%-ке шығып жатырмыз. Осы жерде Альфира ханым 12,5%-ке шығып қалды, мен 12%-темін қазір. Ол да кәдімгідей ақша 10% алмай, уже 12% алып отырамыз да, 2% қосылып отырады. Содан кейін статус бізде жаңа айтып кеткен подаркілер, машина, телефон, үй деген сияқты компанияда керемет сыйлықтар бар. Енді мысалға сіз 1 жыл жұмыс жасадыңыз дейік, осы таңдала компаниясында сіз 1 жыл жұмыс жасап, сіз 25 миллион теңге ақша аласыз на покупку квартиры. Керемет, иә. Жұрттар сол 20 миллион теңге ақшаны ипотекаға алады, иә, банктен алады. Ол 25 миллионды 25 жыл төлейді. Өйткені 25 миллион үстіне тағы 25 миллионды қосып төлейді, иә. Ал сіз 1-ақ жыл мына жерде жұмыс жасаңызшы, сол 25 миллионға жетіп барасыз. Сіз уже квартираның иегері боласыз. Дұрыстап ойланып қараған адамдарға бұл керемет мүмкіндік. Бәрімізге бірдей келіп тұрған Алла тағаланың беріп тұрған мүмкіндігі. Соны алуымыз керек, жасауымыз керек, істеуіміз керек. Балдарыңызға, немерелеріңізге неужели Астанадан үй алып бергіңіз келмейді? Неужели Ақтөбенің батысынан тағы бір квартира алғыларыңыз келмейді? Одан кейін біздің компанияда 60 миллион теңге денежный премия бар. Одан кейін президент статусына келгенде 125 миллион теңге бар. Мен сол 125 миллион теңгеге басында айтатын черепашными шагами асықпай жүргеннің өзінде, 3 жылда жеткеннің өзінде сіз қаншама ақша алып шығасыз по маркетингу. Неге президентке жеткенше, менеджерден бастап президентке жеткенше подаркымен, жаңағы бинарный бонуспен, матчинг бонуспен, рефералка бәрін қосқанда примерно миллиард теңге ақша бар. 3 жылда сіз 1 миллиард теңге. Сол ақшаны миыңызға сыйғызыңызшы, сол 1 миллиард теңгеге. Асықпай жүргеннің өзінде балыңыз күймейді, рахат лидер өсірмейсіз, статусты подтверждать етпейсіз. Общий накопительный балмен шықтыңыз ба, шетелге демалысқа кеттіңіз. Общий накопительный балмен шықтыңыз ба, айфоныңызды алдыңыз. Сөйтіп жүріп 3 жылда шыққанның өзінде президентке 1 миллиард теңге алып шығасыздар. Қандай керемет ақша. Бүкіл жағдайын жасап аласыздар. Алла тағала беріп тұр ма осы мүмкіндік, соны пайдалану керек, соны жібермеу керек, соны алу керек.
Содан кейін матчинг бонус деген бар. Әр өскен лидеріңізден, әр табыс тапқан лидеріңізден чегінің 10%, 8%, 6% сізге төленіп отырады. Өйткені сіз ол адамды шақырдыңыз, ол адамға бизнесті көрсеттіңіз, ол адамды үйреттіңіз, регистрация жасауды үйреттіңіз, ол кісіге покупка жасауды үйреттіңіз, ол кісіге адам шақыруды үйреттіңіз, ол кісіге продукция туралы үйреттіңіз. Сол үшін сізге матчинг бонус төлейді компания. Одан кейін бонус повторных покупки деген бар. Ол өте керемет. Сіздің тапқан табысыңыздан 10% депозитке бөлек жиналып, сіз өзіңізге керекті өніміңізді ала аласыз сатып. Бұл өте керемет. Өйткені жаңа басында айтып кеттім, біздің компанияның миссиясы ұлт саулығы деп. Сіз тапқан табысыңызды, мысалы ақшаңызды шығарып алып, сол карточкаға кейін қарай салуға қимайсыз, солай ғой. Үйдің анаусы керек, мынаусы керек, тамағы керек, кредитін төлеу керек, тағы бірдеме деп қимайсыз. Ал бұл жерде ұлт саулығы, денсаулық керек бізге бірінші очередь. Сондықтан да компания 10%-ын жинақтап отырып, сізге 33.600 теңгеге толған кезде бір продукцияны ала аласыз. Бүгін мысалы Мира ханымға жиналып қалған бір продукцияны алды. Рахат. Тегін беріп жатқан сияқты да. Ол бал болып саналады. Ол сіздің командаңыз ертең көбейген кезде, ол әрқайсысы әр жерден өзінің жетіп тұрған 33.600-ге толып тұрған суммасына зат сатып алған кезде ол сізге бал болады. Ол балдан сіз қайтадан бинарный бонус аласыз, ол балдан сіз қайтадан матчинг бонус аласыз, ол балдан сіз статусты қорғай аласыз, жаңағыдай көтеріле аласыз статуспен да, объемға санала береді, керемет. Және де тағы бір бонустың түрі топ бонус деген бар. Жаңа мен айтып кеттім, компания 20 шақты мемлекетте бар деп. Сол мемлекеттер Қырғызстан сатып жатыр осы магний-водородты, жаңа Хепалайн, Авиалайн бәріне. Өзбекстанда сатып жатыр, Украинада сатып жатыр, Россияда сатып жатыр. Соның бәрі келіп компанияның қазынасына келіп құйылып жатыр. Сол компания тапқан табысының 1%-мен президенттердің ортасында 1%-ін бөліп отырады. Қазір мысалы 2 президент бар ма компаниямызда? Сол 2 президентке мысалы ол кісі 100 миллион теңге тапса, соның табысы, соның 1%, 10 миллион ба, сол 10 миллионды 5 миллионнан 2 президентке бөліп береді. Мен примерно айтам да, ертең маған неге 5 миллион бермейді деп айқай шығарып жүрмеңіздер. Мен примерно айтып жатырмын. Сөйтіп компания президенттердің ортасында бөліп отыратын топ бонусымыз бар, тағы да бір керемет. Сондай 7 түрлі бонусымыз бар. Біздің VIP пакеттің бар болғаны 201 мың теңге. Сондай бір керемет маркетинг, жаңа мен айтып кеттім, ешқандай да жанталаспайсыз, без нервов, без стресс, асықпай тездетіп жүріп жасайтын бизнес. Енді сыйлықтар вообще керемет. Жаңа айфоныңыз бар, мысалы, біздің Күләш апа бар, 72 де ма, 71 де ма, нешеде, кеше ғана айфон телефон алып, біздің Тұрсынбек апамыз бар, советник болып айфон алды. Оның қасында жастар. Неге жасамасқа? Неге беріп тұрған мүмкіндікті алмайсыздар, неге жасамайсыздар, неге жатасыздар деп каждый раз презентация берген сайын ұрса берейін сіздерге. Енді біз кеше Бишкекке барып келдік, тағы да бір рет көзіміз жетіп келді біздің компанияның керемет екеніне, біздің президенттің сондай бір мықты екеніне. Қазіргі таңда кешегіде бізге Индия қосылып, білесіздер, қаншама мемлекетті ашып жатыр, қандай продукциялар ойлап шығарып жатыр. Енді бұйырса 15 сентябрь Алматыда кездесеміз ғой. Алматыға билет алыңыздар, семинарға барыңыздар. Бұл сіздердің өмірлік азықтарыңыз, бұл сіздердің өмірлеріңізді өзгертеді. Мен өзімнің өмірімді сол семинар өзгертті деп қайта-қайта айта берем. Мен семинардың билетін мына жерде Сәнімгүл ханым бар, Альфира ханым бар, лидер қыздар. Табыс тауып отырған, таппай отырғанға қарамайды. Бәріміз самолетімізге билетімізді, семинарымыздың билетін алып қойдық. Командаға да алдыртып жатырмыз. Бару керек, көзбен көру керек. Сіздер сену керексіздер. Сіздер өзіңіз сенбесеңіздер, біз сіздерді алып шыға алмаймыз. Сіздер мен істейін деп едім осыны, не істеу керек, қалай істеу керек деп сұрақ қойып, келіңізші маған түсіндіріңізші десеңіздер, біз күнімен түнімен жүріп жұмыс жасауға дайынбыз сіздермен. Өйткені сіз өздеріңізді тек қана өздеріңіз ғана алып шыға аласыздар. Үйде, жылы жерде отыра берсеңіздер, отыра бересіздер. Оттың басы, ошақтың қасы деп отыра берсеңіздер, отыра бересіздер. Шығыңыздер, сіздер үлкен жетістікке жетесіздер. Үйіңіздің, отбасыңыздың, немере шөберелеріңізге
керегін сұраған бере аласыздар. Сондықтан да шығу керек, Алматыға бару керек. Ертең 17 август біздің Ақтөбеде керемет семинар болайын деп жатыр. Бүкіл қала өткізіп жатыр, кеше Бішкекте көргенді айту керек деп. Соған бүкіл командаңызды алып келіңіз. Навигатор шақырыңыздар, бәрін шақырыңыздар, бәрін қозғаңыздар.